Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет әдемі қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл қамырымыз жыртылмайды, суға салғанда езілмейді, яғни бешбармақтың қамыры. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдын ала құрғақ ыдысымызға жылы су керек болады. Сұйық май құямыз. Тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Бізге осылайша електен өткізіп аламыз ұнымызды, яғни қолдың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Егер сіз қамырыңызды жайып, яғни алдын ала қамырды дайындап жайып алып, тоңазытқышқа қоятын болсаңыз, ол қамырға жұмыртқа салмауыңызға кеңес беремін. Себебі қамырыңыз қарайып кетеді. Осылайша қолдың көмегімен күш салып отырып, яғни орташа көлемде кішкене қаттырақ етіп қамырымызды илеп алдық. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 30 минутқа тындырып қамырды. Мендегі қамыр 2 зуала шықты. Осылайша орташа көлемде қамыр дайын болды. Енді біз бір зуаласын міндетті түрде жайып алатын боламыз. Бірінші бір зуаласын, яғни жайып алдым. Қолдың көмегімен осылайша жұдырықтап отырып, бірінші осылай жайып алатын боламыз. Енді біз қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз, яғни оқтаумен басып отырып жаятын боламыз. Қамырды жайған уақытта міндетті түрде екі жағынан басып отырып жайсаңыздар, қамырларыңыздың екі жері қалың болып қалмайды. Сол себептен осылайша қамырды жайып аламыз. Егер сіз ет қайнатсаңыз, еттің сорпасына, яғни қамырды илеп жайсаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды жайып алдым. Енді біз қамырды осылайша кесетін боламыз. Бұл қамырды пакетке салып, яғни мұздатқышқа қойсаңыздар да болады. Өз формасын жоғалтпайды, яғни қонақ келгенде де бешбармақтың қамырын салып бере берсеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің видеомның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қараған үшін рахмет.